Баршаға сәлем. Бүгін сіздерге кешкі асқа арналған керемет бір рецептпен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма жазылып, қоңырауды басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге тамаққа керегі бірінші орында бізде кабачки, яғни кәді. Оларды осылай етіп, ыңғайлы етіп кесіп аламыз өзімізге. Ең алдымен одан кейін ең бірінші орында осы кәдінің ішін тазалап алатын боламыз. Видеода көрсетілгендей өздеріңізге ыңғайлы етіп тазалап алсаңыздар болады. Оның ішіндегі кәдіні тастамаймыз, алып қойсаңыздар болады. Холодильникке салып келесі тамақтарға қосқанға болмасам, осы тамағымызға да кішірек қосамыз, оғанда алсаңыздар болады қосуға. Мінекей осылай етіп әдемілеп барлығын жасап аламыз. Менде 2-3 түк кәді жасадым, 2-3 түк кәдіден. Одан кейін пиязды бір пиязды осылай майдалап турап алатын боламыз. Себебі кәдінің ішіне біз фарш салатын боламыз, яғни етті, туралған етті соның ішіне осы пиязды қосамыз. Келесі кезекте осындай 2 тісше сарымсақ салатын боламыз. Оны да майдалап турап аламыз. Ал келесі кезекте жаңағы кәдінің ішіне шыққан өзінің осындай майда бөлшектерін алып, барлығын бірінші қуырып алатын боламыз. Кішігірім қуыруға бізге осындай сливочный масладан азырақ салсаңыздар болады. Оның үстіне жасыл шөптер, зелень, өзіңіздің үйіңізде қалаған зелень, яғни жасыл шөптерді салсаңыздар болады. Қуырып аламыз жақсылап. Келесі кезекте 300 грамм фаршқа тұз, паприка, қара бұрыш салып, және жаңағы дайындап алған, қуырып алған заттарымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бұл бізде кәдінің ішіне салатын фарштар мінекей дайын болды. Оны осылай етіп әдемілеп ішіне салып теріп шығатын боламыз. Барлығын дайындап алды. Келесі кезекте кәдінің бұқтыруға арналған суды дайындаймыз. Ол үшін помидор турап салсаңыздар да болады, немесе томатный пастаны суға араластырсаңыздар болады. Менде осылай қысқа жабылған помидорымды суға араластырып дайындап алдым. Осылай бірінші кәділерімізді теріп шығамыз табамызға. Оның үстінен жаңағы дайындаған сұйық массамызды салатын боламыз. Тамағымызды бір қатты қайнатып алғаннан кейін жай отта жарты сағатта пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің кәдіміз дайын. Жасап көріңіздер, міндетті түрде өте дәмді болып шығады. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.